География апталығы 10 сынып Сұлу да сырлы Қазақстанға саяхат. Ақтау Қазақстанның оңтүстік батысындағы қала, Маңғыстау облысының орталығы. 1964 жылдан 1991 жылға дейін Украин ақыны Тарас Шевченконың құрметіне Шевченко аталған болатын. 1961-1964 жылдары аралығында Ақтау поселкесі Ақтау қаласы деп аталды. Бас жоспары 1968 жылы бекітілді. Жобалау және құрылыс істерінің архитекторы Коротковтың басшылығымен жүргізілді. Теңіз жағасы халықтың демалуына және су портын дамытуға қолайлы. Ақтау қаласы Ленинград қаласының үлгісі бойынша қалана бастады. Ақтау қаласының әкімшілік құрамына Өмірзақ кенті кіреді. Қалада екі көшенің атауы бар. Бірінші Президент көшесі, екіншісі Тәуелсіздік даңғылы. Қала ықшам аудандарға бөлінеді. Қала шағын аудандарға бөлінгендіктерден керекті жерді табу оңай. Мекен жайды атағанда аудан, үй, пәтер ретімен айтады. Мысалы, 13-6-72. Қазіргі уақытта 31 ықшам аудан бар. Осындай тарихы тереңде жатқан, сұлулығы көз тартатын, пайдалы қазбаларға бай қалада туылу әрбір азамат пен азаматша үшін үлкен мақтаныш.